жүрек жеткіліксіздігі. Жүрек жеткіліксіздігін талдамас бұрын, ең бірінші қан айналымын, яғни нормада қарастырып алайық. Мынау бізде сол жақ жүрекше, сол жақ қарынша. Оң жақ жүрекше, оң жақ қарынша. Енді бізде сол жақ қарыншадан қан, үлкен қан айналымына түседі. Тіндерге оттегіні, оларға қажет заттарды, яғни береді. Одан кейін олардан бөлінген затты қайда апарады, яғни көмірқышқыл газына қаныққан қанды оң жақ жүрекшеге апарады. Оң жақ жүрекшеден қан оң жақ қарыншаға түседі. Оң жақ қарынша не істейді? Кіші қан айналымына түсіп, өкпеге барады. Яғни өкпеден оттегіні алып, сол жақ жүрекшеге түседі, сол жақ жүрекше, сол жақ қарыншаға түсіп, осылай бізде қан айналым жүйесі жүріп отырады. Енді бізде жүрек жеткіліксіз дегеніміз не? Яғни жүректің негізгі қызметіне, яғни қан айдау. Кіші қан айналымда, үлкен қан айналымда не арқылы жүріп жатыр? Жүректің вахтасы арқылы жүріп жатыр. Сол бұзылысы бізде жүрек жеткіліксіздігі. Яғни қарайық. Жүректік вахтырс. Жазайық. Жүректік вахтырс. Яғни сердечный выброс. Примерно осындай не салайық. Мына жерде организмнің қажеттілігі. Яғни бізде жүректік вахтырс төмендейді, ал организмнің қажеттілігі яғни арта береді. Яғни жүрек организмнің қажеттілігін қанағаттандыра алмайды. Яғни организмге қажет оттегі, әртүрлі субстраттар, организмге қажет заттарды жүрек қамтамасыз ете алмайды. Сол бізде жүрек жеткіліксіздігі болады. Енді бізде жүректік вахтырс, яғни минутты қан көлемі, минутты қан көлемі деп айтсақ та болады. Ол екі негізгі критериймен анықталады. Яғни жүректің соғу жиілігі және де систолық қан көлемімен. Енді қандай? Жүректің соғу жиілігі және де систолық қан көлемі ол бізде минутты қан көлемін құрайды екен. Енді систолық қан көлемі оған әсер етеді жиырылу, жүктеме алды, жүктемеден кейінгі. Жүктемеден кейінгі. Яғни бізде жүктеме алды дегеніміз ол, яғни пренагрузка немесе жүктемеден кейінгі ол, яғни постнагрузка. Бұлар барлығы систолық қан көлемін яғни құрайды екен. Енді қарайық, бізде жүрек соғу жиілігі мен жиырылу, яғни бұзылысы, ол бізде миокардиалды жүрек жеткіліксіздігіне алып келеді екен. Жүрек соғу жиілігі мен жиырылудың, яғни бұзылысы, яғни төмендеуі, ол миокардиалды жүрек жеткіліксіздігіне алып келеді. Енді бізде жиырылудың, бұзылысы жүктеме алды, жүктемеден кейінгі жүктеме, ол бізде жүктемелік жүрек жеткіліксіздігіне алып келеді. Және екеуінің бізде бірдей кездесуі, ол бізде аралас жүрек жеткіліксіздігі деп аталады. Бұл яғни бізде жалпы көрінісі жүрек жеткіліксіздігін. Енді қарайық, бізде миокардиалды жүрек жеткіліксіздігі. Оның қандай этиологиясы бар? Ең бірінші ол бізде биологиялық. Яғни биологиялық ол бізде гипоксия, склероз, биологиялық тотығу субстраттардың жеткіліксіздігі, аутоиммунды зақымдалу, гиперхроматоз, тироксиннің жоғары болуы, вирусты миокардит және тағы да басқа жағдайлар. Химиялық ол бізде дәрілер, әртүрлі алкогольдер, токсикалық заттар және тағы да басқа заттар жатады. Және физикалық ол бізде тоқ, жүрек қысылуы, механикалық травмалар, тағы да басқа бізде заттар миокардиалды жүрек жеткіліксіздігіне алып келеді екен. Негізі патогенезін қарастырайық. Яғни бізде осы айтылған заттардың барлығы, яғни мысалы гипоксия, энергияның синтезделуін төмендетеді, энергияның транспортын төмендеуін алып келеді, энергияның қолдануын төмендеу алып келеді, ол бізде неге алып келеді? Энергиямен қамтамасыз етілуін төмендеуін алып келеді. Ол өз кезегінде миокардтың зақымдалуына алып келеді екен. Келесі бізде бос май қышқылдары төмендейді, яғни ацидоз болады. Оттегінің белсенді формалары жоғарылайды. Лизозомальды ферменттердің активациясы болады, оның барлығы кардиомиоциттің мембранасын зақымдайды. Олар өз кезегінде бізде миокард зақымдайды екен.
Келесі бізде мембрана өткізгіштігі жоғарылайды, энергия дефицит болады, иә. Ол бізде иондық дисбалансты алып келеді екен. Ал иондық дисбаланс ол бізде миокардтың зақымдауына алып келеді. Міне осылай бізде миокардиалды жүрек жеткіліксіздігі дамиды екен. Келесі бізде яғни жүктемелік жүрек жеткіліксіздігі. Жүктемелік жаңа айтып кеткендей, жүрек жүктеме алды және жүктемеден кейінгі деп екіге бөлінеді. Енді қарайық, жүктеме алды, оны қалай түсінеміз? Мынау бізде жүрек. Жүрекке бізде не кеп құяды? Төменгі және жоғары қуыс вена құяды. Ол барлық қанды несейді оң жақ жүрекшеге алып келеді. Енді бізде жүктеме алды дегеніміз осы жүрекке келетін қан көлемінің жоғары болуы, яғни объем циркуляций кровидің жоғары болуы. Жүрекке көп қан келеді. Көп қан келгеннен кейін оның көп жүрекке түсетін жүктеме артады екен. Сондықтан да бізде себебі объем циркуляций крови жоғарыласа, яғни әртүрлі физикалық жаттығулар болатын болса, я организмде су көп болатын болса, және жартай тәртіп клапандардың жеткіліксіздігі ол жүктеме алды неге алып келеді екен? Неге бұзылыстарын алып келеді. Келесі бізде жүктемеден кейінгі. Жүктемеден кейінгі дегеніміз, яғни жүректен кейінгі. Яғни жүрек не істейді? Бізде қанды айдайды. Сол қанды айдайтын кезде қандай да бір кедергі болатын болса, иә, ол қандай кедергілер болуы мүмкін? Яғни бізде аорта мен өкпе сауалының стеноз болатын болса, мына жерде стеноз болатын болса, яғни тарылуы. Және қан тамырдың кедергісі яғни жоғарылайтын болса, немесе әртүрлі атеросклероздар болатын болса, артериялық өкпелік гипертензиялар болатын болса, бізде қанның кетуі қиындайды. Мына жерде қанның кетуі қиындайды да, ол жүктемеден кейінгі жүктемеге алып келеді екен. Осылай бізде жүрек жеткіліксіздігі дамиды.